Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай, бір жасағаннан керемет болып шығатын, жасалу жолына небәрі 5-ақ минут уақыттарыңыз кететін ең оңай шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына үлес қосып кетіңіздер. Ал ендеше пирогымызды жасап бастаймыз. Ең алдымен ұнымызды міндетті түрде ұн елеуіштен өткізіп аламыз да, оның үстіне какаомызды саламыз және де қантымызды салып, осы құрғақ өнімдерімізді жақсылап лопатканың немесе қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей достар, мен құрақ өнімдердің барлығын жақсылап бір араластырып алдым. Енді 2 шай қасық ас содасының үстіне осындай 6% міндетті түрде алма уксусы керек болады. Содан 1 шай қасық жаңағы соданың үстіне қосып жақсылап араластырып, ұнның үстіне саламыз. Сол кезде біздің пирогымыздан соданың дәмі шықпай, дәмі керемет болып тұратын болады. Сондықтан да алма уксусын міндетті түрде пайдаланыңыздар. Содан соң сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, менде салқын сүт болды. Содан соң сұйық майымызды құямыз. Ең соңында жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай түйіршігі қалмайтындай жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл пирог өте оңай жасалады. Барлық өнімдерін бірін үстіне бірін салып, тек қана осылай қасықтың немесе лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей мен жақсылап араластырып алдым. Бізде осындай сұйықтықтағы қоймалжың қамыр шығуы тиіс. Қамырды дайындап алғаннан соң пешті 180 градусқа қыздырып қоямыз да, формамызға пергамент қағазын төсейміз. Жоқ болса майлап алсаңыздар да болады. Менде кәдімгі әсел пештің 4 бұрышты формасы. Соған қамырымызды құйып, қамырды бір тегіс етіп барлық жеріне жайып алып, қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогтың піскен-піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Осылай ағаш таяқшаны салып көрген кезде ағаш таяқшамыз құрғақ болып шықса, біздің пирог толықтай пісті деген сөз. Пирогымызды енді толықтай суытып аламыз да, суығаннан соң шоколадты ганаш дайындаймыз. Менде 100 грамм Қазақстан шоколадының үстіне кішкене сүт құйып, микроволновкада ертіп алып, осы пирогтың үстіне бір тегіс етіп жағып шығамын. Содан соң пирогты алдын ала осылай пирожный кескен тәріздес етіп, бетін осылай 4 бұрышты етіп барлығын сызып алдым да, бетіне черешня қойып әсемдедім. Бұл маңызды емес. Шоколадымыз кепкенше 10 минутқа холодильникке сала тұрамыз да, 10 минут өткеннен соң шоколад қатқаннан соң кесіп жіберсеңіздер болады. Ас болсын достар, өте дәмді, оп-оңай жасалатын ең дәмді шоколадты пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар.